Сәлеметсіздер ме, құрметті 2-1 топ студенттері. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы микробиология. Сабағымыздың жоспары: микробиология ғылым ретінде қалыптасуы, микробиологияның түрлері, микробиология дамуының тарихи кезеңдері, микроорганизмдердің жалпы қасиеттері және де бақылау сұрақтары. Бактерия ең көне организмдер, пайда болған шамамен 3,5 миллиард жыл бұрын. Микробиология грекше микрос кіші, биос тіршілік, логос ғылым деген білдіреді. Өздерінің микроскопиялық пішіне байланысты микроорганизмдер деп аталатын оптикалық құралмен қарамаса жай көзге көрінбейтін организмдерді зерттейтін ғылым саласы. Жалпы микробиология негізгі бөлімдері: этология, морфология, генетика, систематика, микроорганизмдердің көбеюі, микроорганизмдердің биохимиясы. Пәннің мақсаты және міндет. Мақсаты: микроорганизмдер және олардың қоршаған ортадағы рөлін, ішкі ұйымдастыру, микроорганизмдер метаболизм, азық-түлік өнімдерінің микробиологиясын, атап айтқанда ет және ет өнімдері, балық және балық өнімдерінің микробиологиясын, осы өнімдерге қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптарды қалыптастыру, үйрету болып табылады. Тамақ аурулары мен тағамдық улану туғызатын патогендік микроорганизмдер танысу, микробтық бөлінуге байланысты азық-түлік қауіпсіздігі мен тұтастығын сақтау маман рөлін түсіндіру болып табылады. Міндеттері: микроорганизмдермен жұмыс істеу әдістерін білу, микроорганизмдер барлық топтарын морфологиялық таныстыру, микроорганизмдердің физиологиясы және биохимиясына түсінік беру, сондай-ақ олардың тіршілік ету қабілетіне қоршаған орта факторларының әсері туралы түсінік беру. Микроорганизмдер. Микроорганизмдердің ерекше патогенді микроорганизмдер. Ондай микроорганизмдер адам ағзасына тағаммен бірге түсіп, тағамдық инфекциялар аурулар тудыруы мүмкін. Және микроорганизмдер арасында клеткалық құрылымы жоқ басқа микроорганизмдерден химиялық құрамы бойынша ерекшеленетін топ вирустар және бактериофагтар. Тірі организм жүйесіндегі вирустар мен фагтардың күйі әлі күнге дейін мәлім емес. Вирустар клеткаішілік паразиттер бола отырып, адам, жануар және өсімдік әртүрлі ауруларын тудырады. Микробиологияның құрылымы екіге бөлінеді: жалпы және жеке. Жалпыға морфология, микробтардың құрылымы, микробтардың физиологиясы, микробтардың биохимиясы, микробтардың генетикасы, микробтардың экологиясы, микробтардың эволюциясы жатады. Ал жеке медициналық, бактериологиялық, вирусологиялық, микологиялық, протозоологиялық, санитарлық, микрологиялық, ветеринарлық, ауыл шаруашылық, санитарлық және тағамдық микробтар жатады екен. Микробиология түрлері бойынша жалпы және жекеге бөлінеді. Жеке микробиологияға медициналық, ветеринарлық, техникалық және тағамдық ауыл шаруашылыққа бөлінеді екен. Теориялық зерттеулер бойынша микроорганизм биологиялық қасиеттерін зерттеу, оған әдістерді өңдеу және оның нәтижесі жатады. Құрметті студенттер, кестені өзімізге сызып аламыз. Келесі микроорганизмдердің мәні: химиялық элементтер көптігінің айналымға қатысуы, топырақ түзудің негізгі факторы, көптеген тағам өнімдерінің қышқылдарын, кейбір дәрумендер фрагменттер қатарын, антибиотиктер, дәрілік препараттарды, ферменттер мен амин қышқылдарын алу, қоршаған ортаны әртүрлі табиғи және антропогенді ластағыштардан тазарту, генетикалық инженерияның классикалық нысандары, кейбірлері адам, жануар мен өсімдік аурусы. 1675 жылы Антони ван Левенгук микроәлемді алғаш ашқан. Ол 150-300 есе үлкейтетін екі жақты сіңген линзаны даярлап алды. Левенгук өзі анықтаған микроскопиялық тірі ағзаларды өте ұсақ жануарлар деп санады және оларға қарапайым жануарларға тән құрылыс ерекшеліктері мен тәртіптері сәйкес деп санады. Левенгук салған суреттерді микроорганизмдардың формаларды көріп тұрсаңыздар: А. Шар тәрізді, Б. Тізбек тәрізді, Е. Диплокок тәрізді, G. Спираль тәрізді және F. Таяқша тәрізді болып келеді екен. 1892 жылы Ресей ғалымы академиясының отырысында Ивановский темекінің теңбілі сырқатынан қоздырушысы фильтрленетін вирус екендігін хабарлады. Бұл күні вирусологияның туған күні деп Ивановскийді оның негізін қалаушы деп санауға болады. Заманауи молекулалық генетиканың кезең. Генетика мен молекулалық биология жетістіктері: электрондық микроскопиялық құрастырылуы,
тұқым қуалаушылық белгілерін берудегі ДНК-ның рөлін дәлелі. Молекулалық, биологиялық және генетикалық зерттеулердің нысаны ретінде бактериялар, вирустар мен плазмидтерді пайдалану. Микроорганизмдердің жалпы қасиеттері. Көлемі кіші болуымен микроорганизмдердің көлемі зат алмасу процесінің жылдам жүру себебі микроорганизмдер бүкіл денесімен зат алмасуға қатысады. Бактериялар клеткалары ең кіші болғандықтан олар басқа микроорганизмдермен салыстырғанда тез өсіп көбейеді. Одан кейінгі орынды ашқылар мен саңырауқұлақтар алады. Табиғатқа кең таралу бойынша микроорганизмдердің кіші көлемі экология үшін маңызды болып табылады. Микроорганизмдер ауа ағымы арқылы таралып барлық жерде кездеседі. Ал медициналық микробиологияға келесідей бактериология, вирусология, микология, иммунология, протозоотология болып ажыратылады. Микробиологиялық диагностика әдістері микроскопиялық әдіс жатады, және де микробиологиялық әдіс, биологиялық әдіс, иммунологиялық әдіс және де молекулалық генетикалық әдіс жатады екен. Микробиологиялық әдіс диагностиканың алтын стандарттары микробиологиялық зерттеудің нәтижесінде зерттеліп жатқан материалдар қоздырғыштың болуын нақты анықтауға мүмкіндік береді. Ағза мәдениеттер идентификациясын микроағзаның түріне дейін жеткізеді. Ал құрметті студенттер, бақылау тапсырмаларына мән берейік. Сәйкестікті анықтау. Ғылымның микробиологияға тигізген үлесін атаңыз. Қай ғалым бізді микробиологияға тигізген үлесі? Левенгук, екінші Мечников, үшінші Ивановский және Кох, Пастер. Үлесі: фагоцитоз құбылысын ашты, микроскоп астындағы микроағзаларды көрді, вирустарды ашты, туберкулез тырысқа қоздырғышын бөліп алды, құтыруға қарсы вакцина даярлады. Мәтінді толықтырыңыз. Медицина микробиология және де зерттейді. Медициналық микробиологияға нені зерттейді? Мәтінді толықтырып, дәптерге жазып аламыз. Микробиологиялық диагностиканың негізгі әдісі болып табылады. Шықпаған сөздерді дәптерге жазып, Платонс платформасына саламыз. Бақылау сұрақтары. Микробиология пәні нені оқытады? Тағам өндіріс орындары микробиологиясының негізгі мақсаты қандай? Тағамдық микробиологияның зерттеу объектілерін атаңыз. Микроорганизмдердің негізгі қасиеттері қандай? Микробиологияның даму кезеңдерін сипаттаңыз. Микробиологияның морфологиялық және даму кезеңіне сипаттама беріңіз. Луи Пастердің жаңалықтарына сипаттама беріңіздер. Қазіргі кезде микробиологияның қандай бөлімдері бар? Неміс ғалымы Роберт Кох микробиологияның қандай дамуына үлес қосқан? Вирусологияның негізгі қалаушысы кім? Құрметті студенттер, бақылау сұрақтары Платонс платформасына салынған, және де тапсырманы орындап, Платонс платформасына салып жібереміз. Заманауи микробиологияның даму перспективалары қандай? Ал дәрісіміздің басты терминдері, құрметті студенттер, өзіміздің дәптерлерімізге түртіп аламыз. Микроорганизмдер, жалпы микробиология, техникалық микробиология, медициналық микробиология, ветеринарлық микробиология, санитарлық микробиология, тағамдық микробиология, патогендік микроорганизмдер, бактериология, вирусология, микология, протозоология. Ал құрметті студенттер, әдебиеттер мен электрондық ресурс. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.